Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Бізде тәмхид кітабы бойынша екінші сабағымыз аилати. Аиля деген сөзіміз ол отбасы дегенді білдіреді. Енді соңына яй жалғауы жалғанса, ол менің отбасым дегенді білдіреді. Кез келген сөзге соңына яй жалғауын жалғаса, ол менің дегенді білдіреді. Мысалы, қараңыздар, қалам, оған яйды жалғаған қалами, менің қаламым. Мисбах, лампа, мисбахи, менің мисбахым. Одан кейін әрейка деген диван, оған яйды жалғаған әрейкати, менің диваным. Мисбах деген менің лампам. Сайяра машина, сайярати, менің машинам. Сол сияқты мыналарды өздеріңіз жазып шығасыздар. Мен қазір сіздерге мынаның переводын айтамын. Хасуб, компьютер, абун, әке, махмулун, телефон, ухтун, әпке, аилатун, отбасы, мына жоғарыда айттық, я? Бабун, үй, шахин, зарядка, телефон қуаттайтын, саммаа, наушник, валадун, бала, ахун, аға, аммун, көке, бұл папаның інісі немесе әпкесі. Ал енді папаның әпкесі немесе қарындасына біз амматун деп тамарбута жалғай саламыз. Амматун. Халатун дегеніміз маманың әпкесі немесе сіңлісі. Ал енді маманың ағасы немесе көкесін халун деп тамарбутасын алып тастасақ, бұл ертегі шығады. Жарай ма? Енді қараңыздар, астына қараңыздар. Әби, менің әкем Бауыржан. Әби, просто мынау әб деп тұрған жоқ. Әби деп тұр, менің әкем деп тұр. Өйткені яй жалғау жалған той. Әби, Бауыржан, менің әкем Бауыржан. Хуа табибун, ол дәрігер. Умми, мына жерде деген сөз жоғарыда жазылмаған екен. Қосымша сөздік ретінде уммун дегеніміз ол ана. Енді умми, менің анам Жанар, хия, ол мухасиба, ол бухгалтер. О ахи, мына жерде ах деген жазылып тұр, міне. Қайда кетті? Міне ах. Я? Ол аға, оған ей жалғауы жалғанған ахи болды. Менің ағам Мағжан. Хуа қануни, ол юрист. Мына сөздерді пока 5-ші сабақта жаттап керек емес. Алдағы уақытта жаттаймыз. Ухти, мына жерде ухт деген сөз бар. Оған яй жалғауы жалғанған. Менің әпкем Алма. Алма. Хия, ол тилмизатун. Новый сөз. Тилмиза дегеніміз ол оқушы. Амми, көкем Мұхтар. Амми дейік, мына жерде тұр жоғарыда. Папаның ағасы немесе інісі. Амми, менің көкем Мұхтар. Хуа мудир, ол директор. Халати, міне халати деген жаңа айттық, ол маманың әпкесі. Мариям, хия мубармижа, ол программист деген сияқты. Енді мына жерде әби деп тұр, менің әкем дейді. Сіз арғай жалғастырасыз. Менің әкем мысалы Мұхтар, ол саиқ, ол жүргізуші. Менің анам мысалы Айнаш, ол үй бикесі, немесе ол врач, немесе ол мұхандис, инженер деген сияқты өзіңіздің вариантыңызды жазсаңыз болады. Кеттік, астында бізде диалог берілген. Сол диалогты аударамыз, иншалла. Қараңыздар. Хазии суратун усрати. Мына жерде усрати деген тағы жаңағы жания деген сөздің синонимі. Усратун деген жания деген сөздің синонимі. Ол қалай жазылады? Усратун, я? Мына жерде. Отбасы. Енді оған яй жалғаған кезде, мына т ашылып кетеді, кәдімгі 2 точкалы т болып, оған яй деп жалғай саламыз. Менің отбасым. Хазихи бұл, суратун деген сурет, картинка, фото. Усрати, менің отбасымның суреті. Бұл менің отбасымның суреті. Енді Маржан не дейді? Астында суратун жамилатун. Әдемі сурет, әдемі, немесе әдемі сурет.
Мән хәзә, бұл кім? Хәзә вәлиди Мұхтар, хуа саиқун. Бұл, қараңыз, вәлид деген, жаңа бірінші сабақта, бірінші бетте біз әбун дегенді алдық, әке деген. Енді вәлидун, ол да әкенің екінші түрі. Вәлидун. Хәзә вәлиди, оған яй жалғау жалғанған, бұл менің әкем Мұхтар. Ол саиқ дегеніміз кім еді? Жүргізуші. Вәмән хәзихи, және бұл кім? Хәзихи, яғни әйел кісіні меңзеп тұр. Хәзихи вәлидәти, енді осы вәлида, вәлидунға тыны қосқан кезде әйел кісі болып кетеді. Вәлидун, вәлидәтун, бұл менің анам, ақбота, хия мубармиджа, ол программист. Вәмән хәзихи, және бұл кім? Хәзихи халати, хал деген жаңа әпке, мама жақтан Замира, бұл менің әпкем, тетям Замира, ол раббатул байт, новый сөз, раббатул байт дегеніміз жаңағы үй бикесі. Вәмән хәзә, және бұл кім? Хәзә амми, бұл менің көкем, бақыт. Хуа хабирул малия. Хабирул малия дегеніміз финансовый, да, жұмыс жасайтын финанст. Қалай айтады? Сарапшы, в общем, ақшадан хабар бар финанстарды айтады. Так, одан келесі бізде вәхәл хәзә джаддул аиля. Джад деген бізде ата. Джаддун деген бұл бізде ата, жазып қоямыз словарымызға. Джаддун ата болса, апа дегеніміз джаддатун. Джаддун апа, ата, джаддатун апа. Вәхәзә, және бұл джаддул аиля дегеніміз, міне, джаддул аиля деген отбасы ғой. Мынау джаддун ата. Бұл енді семьяның атасы ма? Бұл отбасының атасы ма дейді. Наам, иә. Ол джадди, ол менің атам. Абдуррахман, ол менің атам Абдуррахман. Хәл хуа мутақаид. Хәл деген ба, ме, па, пе сұрақ. Хуа деген ол, мутақаид деген пенсионер. Ол пенсионер ме? Жауап ретінде Мариям, наам, иә, наам дейді. Вәхәзихи, және бұл джаддати, және бұл менің апам Амина. Амина. Вәхия, және ол мутақаидатун, пенсионер, айдан деген тоже. Немесе бұл менің апам Ақбота, ол да пенсионер деп аударамыз. Ол да пенсионер, немесе ана тоже пенсионер деген сияқты ғой. Вахия мутақаидатун айдан. Айдан соңында келген тоже деген. Немесе ол да деген сияқты. Маржан не дейді? Машалла, хәзихи усратун джамилятун, бұл әдемі отбасы. Джамиля деген әдемі, усратун деген отбасы. Мына жердегі сөздіктердің барлығын теріп жазыңыздар. Міндетті түрде сөздікте болу керек. Сосын мына сұрақтарға жауап беру. Енді қараңыздар. Мына жерде біз бір сөзге яй жалғанса, ол менікі дегенді өттік. Бірінші бетте жаңа аиля дегенде. Мына жерде яй жалғанса, мынаның барлығы. Ол менікі. Енді бір сөзге кәф жалғанса, кәф фатхамен, кә жалғанса, ол сенікі деп ертегіне айтылады. Мысалы, уммун мама. Оған кәні қойған кезде, умму кә болса, ол сенің мамаң. Умми боп яй жалғасақ, ол менің мамам. Умму ки десек, сенің мамаң, бірақ қызға. Сенің мамаң қызға. Уммуху, оның мамасы ұлға айтылады. Уммуха, оның мамасы қызға айтылады, қызды меңзеп. Мен қазір бұны арнайы сабақ ретінде түсіремін. Сол жерден көрсеңіздер де болады. Сосын мына жердегі сөздердің барлығына, мына жерде, мына тұр ғой, қалғандарын кә жалғап жазып шығасыздар үйде. Мынаған ки қосып жазып шығасыз. Сөздің мағынасын білсеңіз де, білмесеңіз де, барлығына кә, ки, ху, хә дегендерді жалғап жазып шығыңыздар. Иншалла мен дәріс уақытысында айтамын, не істеу керек екен. Қараңыз. Мән уммука дейді. Мән деген кім? Уммука деген сенің мамаң. Сенің мамаң кім? Сіз жауап бересіз. Умми, менің мамам Ақбота.
Хәл уммука табибатун. Уммука, сенің мамаң табиба ма? Яғни табиба деген врач. Врач па? Иә, менің мамам врач. Сіздер алғашқы сабақтарды білсеңіздер, уже мынаған сіздер жауап бере аласыздар. Енді алғашқы сабаққа қатыспаған кісілер болса, біраз қиын болады. Сонда да тырысып көріңіздер, иншалла жауап жазып. Мен тек қана сабақты түсіндіріп, новый сөздерді айтып өтіп жатырмын. Мынау жаттығулардың барлығын мен сіздерге мына жерге видеоға түсіріп айтып бере алмаймын. Шыны керек. Уақыт жағы қатты тығыз болып тұр. Және мен сіздерге мына жерде түсіндіру керек тағы бір тақырып бар. Оны арнайы сабақ ретінде түсірсем деген ниеттемін. Так, қараңыз. Мына жермен біреуін түсіндірейінші. Мына жерде мән амму арман дейді. Мән кім? Амму арман. Арманның көкесі кім? Мән дегеніміз кім? Амму деген көкесі, арман деген арман. Енді амму арман болып екеуі қосылып бір мағына береді. Ол арманның көкесі. Хәл ибну Фатима. Ибн деген бала, Фатима деген Фатима. Сонда ибну Фатима болып келсе, Фатиманың баласы. Ва хәл хәза бәйту асқар. Бәйт деген үй, асқар деген асқар. Сонда асқардың несі? Үйі. Мән хафиду Мариям. Хафид деген немере, Мариям деген Мариям. Мариямның немересі кім? Хәл садиқу Мансур. Садиқ деген дос, Мансур деген Мансур. Сонда Мансурдың досы деген сияқты мағына шығады. Енді осыған біз екі түрлі жауап беруге болады. Мысалы қараңыздар. Мән амму арман. Арманның көкесі кім? Жауап: амму арман. Арманның көкесі деп жауап беруге болады. Немесе аммуху. Оның көкесі деп жауап беруге болады. Мысалы, амму арман. Арманның көкесі Мағжан. Яғни арманның көкесі ол Мағжан деген мағынада. Немесе аммуху. Оның көкесі Мағжан. Екінші сұрақ. Хәл ибну Фатима шурти. Ибн Фатима деген Фатиманың ұлы шурти ма? Яғни полицейский ма? Ла, жоқ. Ибну Фатима, Фатиманың ұлы Харис, охрана. Немесе ла, жоқ. Ибну ха, оның баласы. Мынау ха деген оның. Жаңа айттық қой, меңзеп айтып тұр. Оның баласы кім? Харис. Охрана, оның баласы, яғни Фатиманы меңзеп тұр. Хәл хәза бәйту асқар. Бұл асқардың үйі ме? Наам. Бұл асқардың үйі. Бәйту асқар деп атын қолданып тұр. Мына жерде атын қолданбай, оған ху деп жалғай салды. Демек, бізге бұлай жауап беруге болмайды. Хәза бәйту ху деп мынаған худы де жалғап, еще атын айтып олай болмайды. Либо сіз бәйту асқар деп асқардың атын айтасыз да, немесе асқардың атын айтпай, оған худы жалғай саласыз. Осы тақырып кішкене қиындау, күрделілеу. Мен бұны қазір тағы да жазып сіздерге түсіндіретін боламын. Енді мына жаттығулардың бәрін өздеріңіз орындайсыздар. Қараңыздар, мына тексттардың ішінде, әсіресе мен қазір оқыған тексттің ішінде новый сөздер бар. Соларды міндетті түрде жазып словарға шығару керек. Осының ішіндегі словарларды ғана шығарасыздар. Мына жаттығу, одан кейінгі жаттығудағы мынадағы словарларды пока аударым шығармай тұрыңыздар. Және ма? Просто так жауап бере салыңыздар. Сенің әкең Харис па десе, иә, менің әкем Харис деген сияқты пока что шығармай тұрыңыздар. Өйткені сөздік өте көп болып кетеді. Ол сөздер әлі алдымызда талай келеді. Осымен 6-шы сабағымыз тәмам. Ең маңызды жерлерін айтып өтіп жатырмын. Соларды білсеңіздер, иншалла, алдағы сабағымызға ілесіп кете аласыздар.